Регистрация началась. Есть. Это земельный звон. Угу. Сейчас. 2 минуты. Да. Фамилия, имя, отчество, местный житель, телефон. Ага. Фамилия, имущество. Можно инициалы поставить. Ага. Здравствуйте. Местный житель. Как? Поселок же. Можно Алужина. Подписи последние. Фамилия. Фамилияны атымына білесіздер. Жанама ауылды да ғой. Жанама ауылы бар. Жанама ауылы. Жанама ауылы. Телефон номер білесіз? Ол мына жерде жазылған. Соғыз. Нет. Давай подпиши. Или тебе не получится? Нет, ну все. Ну вот смотрите, я сейчас запишу. А что, уже звонишь? Просто пусто же там. Да, вдруг кто-то захочет. У управления коронавирусов может выйти. Никого нет? Ну, они не зайдут без меня, я только начал. Только я. Ну, зашел. Жұмысқа да жатады. Мен жазып жібер. Ойдақпын жазып. Жанама ауылы. Жұмыс керек емес, сізге жазып жібер. Дұрыс. Sonunda kampanyalar araç bittiyse asıl zamanımız kaldık farkında. Kaynalıp kaldık arası. Şurada. Kızım karavanı. Aslında karavanı mı? Aslında evde karışık. Bir gün sonra evde rafıdan uykuyu. İyi.
Olay konukta oldu. Marketlerden olur mu? Aslında bir gitme Aytay. Kaysa buraya nasıl? Kuymayısın. Ayda böyle sınıf Кому истинно пустоваши, Ağustos juristler bu janama alımında satın aldığı janama alımında Kazakkarın kompaniyasının ekonomik tanışılması bulup soğan saat 3'te bugün jinalas taraymalı oldu. Sonra jinalasta tıngalımda ötküzüge şartına başlandı. Bugün Jinas tarafından müziğimiz bilesizdir. Bastarstanlar Sarjaylarında Sakima'da kim boyun bağlısında Köyü Lider'in tavuk kim boyun kişinin birisi kezi sağlık jobasına koşan ortak kim açıda kuran esi yapımdadır. Осы есепте тыңдамас бұрын бірінші жиналыстың төрағасын сайлаймыз. Бүгінгі төрағасы мен Орынбор Сатып ауылының әкімі Мұрат Сәлімберген Есенәлі. Енді келесі жиналыстың хатшысын сайлауды тоқтатыңыздар. Жиналыстың хатшысы Шефмұхамед неге Сепаракбай деген азамат ұсынып отырмыз. Осы кісінің хатшы болсын дегендеріңіз қолдауыңызды сұраймын. Қарсы жоқ қой. Соң дауыс біреу қабылданды. Келесі әлеуметтік таныстырудың баяндамашыға сөз сөйлеу 20 минут беріліп, баяндаманы талқылау 10 минутқа дейін, қатысушылардың ескертулердің ұсыныстары 20 минутқа дейін, қорытындылар 5 минутқа дейін. Соңғы регламентке келісім келіспейді. Осыны қолдау-қолдамайтындығы жөнінде жасалынды. Қабылданды. Тыңдаудың қорытындысы бойынша Батыс Қазақстан облысының тауық операциялық және тауық ұлттық басқармасы мемлекеттік мекемесі сайтында сондай-ақ ұлттық порталда танысушылардың жобаларын отырғандар бойынша олардың ескертулер мен ұсыныстар енгізіле отырып қоғамдық тыңдаулардың хаттама жасалатын болады. Қоғамдық тыңдаулар басталушысынан сөз баяндамашыға береді. Баяндамашы Мұсабаев Нұрғали
Düşünebilir misiniz? Azat ayında bugün yanında şiddetlenen kendi sözün çerçevesi zaten o teröristlik Allah'ından beri hazırki prezidentimiz Kazakistan'ın oynağın ilgili sol yerin ilgili paylaşımcı çok tükür muhtarlısı zaten. Sonun biri o zaten ama ondan beri telef aitlik Türkiye sonra ülkenin benzer adı ülkenin altı muhtarlısı zaten. Geçen biz kenarında bol avdan hekimliğine geçtik. Bizim kampanyanın жасап жұмыстары менен таныстырдық. Сердайым Мұрат Аманкелдіұлы. Ол ішінде сол мынау жасап жатқан жұмысты көріп, аралап кеткен екен. Бүгін жаңа базар шоланда өткіздік. Енді сіздерге келіп отырмыз. Кеше біз барып байқағанымыз қазір мынау калий тұзын өндіру жөнінде шахтаны қазу, соған әлгі бұрғылау жұмыстары жүріп жатыр. Оны қазір мен тағы да тоқталып айтамын. Оны жүргізіп жатқан неміс компаниясы, неге неміс компания деген сұрақ туатын болса, ол тек қана одақта емес, жер шарында осындай жер асты қазбаларын игерудің маманданған Германияның компаниясы бар. Сол компания тек Қазақстан емес, жер шарының көптеген жерінде осындай жұмыстар жасап жатыр. Осыны игеретін Қазақ Калий деген компания, сол компания контрактта отыр, қазір олар жұмысты бастап кетті. Кеше барып қыруар жұмыстар жүріп жатыр, көптеген техника шығарылған. Басқа екі қазақстандық субподрядный организацияда қамтыған қазірдің өзінде бір 200-ге жуық адам жұмыс жасап жатыр, субподрядный басқа да. Енді кеше әкімде айтқан, сол күндігінше біздің Ақжайық ауданында болғандықтан құрылыс осы біздің тұрғындарды көбірек қамтыса деп. Мен енді сол сөзді содан бастайын деп тұрмын. Біздің бүгін алған дамуымызға байланысты қазір сол мынау жаңағы неміс компаниясының басшылығымен жүріп жатқан бұрғылау жұмыстарында неге бұрғылап жатыр? Өйткені ол шахта салынады бұл жерде. Сол шахтадан мына бүгінгі талқылайтынымыз қазір айтамын, неге одан бастап жатырмын. Анау калий тұздары шығады. Сол калий тұздарын байытуымыз керек. Сол байыту комбинатын салудың бірінші кезеңін бастау, соның ортаға әсері туралы қазір мен айтып беремін. Енді сол калий тұздарын шығаратын шахта қазір өте қауіпті жұмыс жүріп жатыр. Кеше көрдік. Сонда менің негізгі мамандығым құрылысшы, Қазақстанның құрметті құрылысшысымын. Енді құрылыс мекемесінде қатардағы мастерден бастап, 2 құрылыс мекемесін басқарғанмын. Өзім Қызылорда облысының тумасымын. Қызылорда облысында жұмыс жасағанмын. Мына тағы да енді бөтен адам емес, орталарыңызға келіп тұрған. Осы ауданды басқарған Сәтбаев Әлбек Байжанович деген кісінің хабардарыңыз бар шығар енді. Жастармен кірмей шығар, бүкілдерде. Сол менің шөбере, мен соны көтеретін інісімін. Менің 2 жасөспірім ол кісі. Осы аударда болған, мен талай. Ол да күшіз әлім, мен де әліммін, әлімнің 4 ғасырым. Жаламтөс пен Әйтекені берген ұрпақпын. Жаламтөс менің 12-ші әкем, Әйтеке 11-ші әкем. Әйтекенің білесіздер, Жаламтөстің немеренісі екен. Сейітқұл Жаламтөс, мен 400 жылдың тойлап жатырмыз. Тағы да айтып кетейін, қайтайын тоқталмасын. Республикалық Жаламтөс Бахадыр қорын басқарам. Бүгін 400 жылдығын Қазақстанда атап өтетін айтулы күндердің тізбесіне еніп, ол жақында ғана 9 май күні Қызылорда қаласында республикалық ақындар айтысын өткіздік. Барлық облыстардан 2-3 адамнан келді. Сол жалғасады барлық жерлерде. Сол Сейітқұл Жаламтөстен Әйтеке туады, Әйтекенің әкесі Байбек туады, Байбектен Әйтеке туады. Сондықтан Жаламтөс Бахадыр Сейітқұл ол қолбасшы, Орта Азияның Тұран мемлекетін құрып,
соның бас қолбасшы дәрежесіне көтерілген ақын жалаңтөс айтып қалды, аттап кетпей, уақытты көп алмай. Сол Тұран мемлекетінің бас қолбасшы болған кісі. Ол кезде өзбек, қарақалпақ, қазақ бәрі түркітілдес халықтан бір болған кезең ол. Сөйтіп, мына Самарқандың әмір дәрежесіне дейін көтерілген, 40 жылдан Самарқанды басқарған. Сол Самарқан қаласында Шердор Тірләкәли деген медресе салған, Иргизстан деген алаңды бітірген. Қазақтың да Петроград салып дейді ғой. Біз Орта Азияның әлгі жауһарына айналған, Самарқанды 40 жыл бойы басқарған, Самарқанды салдырған Жалаңтөс Батыр Баһадүр Алаштың бағын жандырған қазақ емес. Сол бабадан бәріміз ортақ, осында 104 кіші тұрады ғой деп есептеймін. Қалай ғой, біз 25 ата ұруды басқарған Айтеке, 6 ата әлім, 12 ата байыны 7 ұруды. Бәріміз бір туыстың, бір бейтелектің бұтағымыз бәріміз. Сондықтан енді кеше қарадық, сондай жұмыстар жүріп жатыр. Менен сол Қызылорда облысының 3 ауданның әкімі, Қызылорда қаласының әкімі, Қызылорда облысы әкімінің бірінші орынбасары болғанмын. Соңғы жұмысым сіздермен тағдырлас Арал ауданының әкімі болдым 10 жыл. 6 шілде тойдан зейнетке шықтым. Өзге келіп тұрған мынау нағыз айтпасын деп содан бастап жатырмын. Сондықтан мамандығым құрылысшы, сол Арал ауданының орынбасары әкімге шықтым. Қазір әкімнің жүзінде әңгіме оқыдым, ауылдың әкімінен бастап облыс әкім президентке дейін әңгіме қазақтың арасында. Мен сол сотталмай, аман-есен 40 жыл. Анау оның алдында бірінші қат, екінші қатты қосқанымды әкімдік басқарған 35 жыл әкім болып, қосқанымдан аман-есен зейнетке шықтым. Зейнетке шыққаннан кейін енді 60-ты зейнетке шығасың, айтып қарап отырмайсың. Мына азамат келген адамдарды танысудан бастайын. Рамазанов, Болат Найдарұлы деген азамат, мен Жаңақорған ауданының әкімі болғам, сонда Шалқия деген цинк концентрациясын рудник бар. Сол рудникті алып фабрика саламыз деп бірге жұмыс істедік. Өйткені мына келіп отқан жұмысымызда мына бөкенмен бірге екеуміз басқарған жұмысқа байланысты. Сол алып фабрикасы. Қазір енді қазақ әлгі Калиум компаниясында бұл техникалық директор. Біз 5-6 адам келіп отырмыз. Көптермен келгенімізді айтайын, түсінікті болу үшін. Енді мынау жаңағы біз шығуға ол кейін шегінетін жер жоқ. Ол сұрақты болмау керек ол. Неге неміс бастап жатыр, ақшасы кім, оның бәрі шешілген. Шешілген жерде сұрақ қойып, несі уақыт аламыз. Сондықтан неміс компаниясымен контрактқа жұмыс жүріп жатыр. Енді сол шыққан сырьені біз әлгі өнімге айналдыруымыз керек. Өнімге айналдыру үшін кен байыту фабрикасын салуымыз керек. Сол кен байыту фабрикасын салудың жобалау институты Өскеменде. Қазір Гипросметмет деген институт бар. Сол институттың 2 маманы келіп отыр. Біреуі Главижен проект, ГИП, екіншісі сол Главагашен басқа жағын басқаратын Өскеменнің институтына жұмыс жасайды, 2 адам келіп отыр. Одан кейін қоршаған ортаға әсері байланысты проектті көрсетіп 2, біреуі неке мына қыздарымыз, тағы бірімізбен қатысып отыр, ол эколог. Жаңа мына кімді басқарды, Калиум деген компанияның департамент директоры, Гординбел деген жаңа айтылды, секретарь болып отыр компанияда. Енді осындай азаматтармен келдік. Енді мынау аллогативті фабрика деген не? Ол шыққан тұзды байытып, содан өнім шығарамыз. Сол амандық болса, биылғы жылдың 490-ында басталып, 226 жылдың 28 жылдың ақпараттар күтіліп отыр. Жоба солай жасалып тұр. Оны уақыт көрсетеді, мүмкін түрлі жағдайлар бар, ол жұмыс тездетуі де мүмкін. Бірақ енді жобалаушылардың жасап отқан 4-ші квартал басталуы 2028 жылдың аяғында ол біту керек аллогативті фабрика өнім шығару керек. Ал енді осы жұмыстар жүрген кезде не істеледі? Бұл жұмыстар жүрген кезде бұл жер өнеркәсіп орнына айналады. Үлкен осы сіздерді тұрып жатқан аудандарымыз. Амандық болса, темір жол жүріп мақаттан бастап. Автожол салынып қайтады. Қазір білемін жолдар бол салынатын. Қазір анау бұрғылау жүргізу үшін басына электр шапағы қойылды. Сондықтан инфраструктураның бәрі соған сәйкес дамиды. Бір сөзбен айтқанда, жаңағы аллогативті фабрика, кен байыту фабрикасы салынса, бұл енді қосымша жұмыс орны ашылады, бюджетке қосымша қаржы түседі, халықтың әл-ауқаты жақсарады, жұмыссыздық азаяды деген мәселе. Сондай бағытта проект жасалған. Енді жаңа мен сөзімнің басында айтып едім, бірінші кезекте әрине осы елдің тұрғындары жұмыспен пайдаланып, мамандығына сәйкес болса.
қазіргі таңда жаңағы неміс компаниясы мен подрядчиктерінде Индер ауданынан 30 адам жұмыс істеп жатыр екен. Бұл бүгінгі таңертеңгі дан. Достырдан 3 адам жұмыс істеп жатыр. Атыраудан 1 адам, Тайпақтан 6 адам, кімнен әлгі неден Базаршоландан жаңа біз барған 4 адам, жаңа қаладан 14 адам, Орал қаласынан 17 адам, Тараздан 1 адам, Чапаевтан 1 адам, барлық 80 адам жұмыс істеп жатыр. Бүгінгі өзінде. Ал мен айтып отқан компания жаңағы нені бастап бітірсек, 1145 адам жұмыс істейді. Соның 30-ы ежелдегі қызметкерлер, қалған тұрақ жұмыс істейтін адамдар болады. Енді мынау қазіргі мен тақырыпқа көшсем, біріншіден мына қоғамдық тыңдаудың барлық технологиясын сақтап, біз бұған дейін гипробет светпен несін айттым, соны жобалаумен жүріп жатыр деп. Хабарландыру жаңа айтылғандай, тыңдау өткізіп жөнінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялады. Орал өңір газетінің 26 жылғы 13 сәуірдегі нөмірінде 33, Приурал газетінің 26 жылғы 13 сәуірдегі нөмірінде 20 жыл 13 сәуірде Қазақстан телерадио компаниясының облыстық радиосының хабар берілді. Сондай Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданының Базаршолан, сол сияқты бүкіл сіздер келіп отқан Ақжайық ауданына қарасты Сартау ауылдық округінің аппаратына хабарландыру берілді. 30 күн бұрын. Осы уақытқа дейін ұсыныстар, пікірлер келсе оны жинақтауға тиістіміз. Енді құрылысқа байланысты мына картада көріп отырсыздар. Осы негізінен Ақжайық ауданының территориясында соған жақын елді мекендер қамтылған. Ол өзекті үлкен құрылыс болатын болса, сол елді мекендердің бәрінен жұмысқа тартылады, бірақ сол құрылысты салып жатқан ел хабардар етіп болу керек, білу керек. Бірінші Сарман ауылынан оңтүстік батысқа шамасында 36 километрде орналасқан, бұлардың месторождениеміз Жаңама ауылды округтерден оңтүстік батысқа 31 километрде, Тайпақ ауылынан солтүстік батысқа шамасы 32 километрде, Есім ауылды солтүстік батысқа 27 километрде, жаңа біз барып кеткен Базаршолан ауылдық округінің солтүстік батысында 25 километр қашықтықта орналасқан, бір картада көріп отырсыздар сондай. Мына орналасқан жер мінекей. Жаңа мен айтқан елді мекендер ана картада ғана көп. Біздің месторождениеміз шығатын. Анау елді мекендер көрсетіліп тұрған. Қатысы бар, қанша қашықтықта, қанша орналасқан жерінде. Енді жобада қандай нәрселер жасалып, пайдалануға беріледі. Мынау кен байыту фабрикасы, шлам қоймасы, Düzgün yerden o sırttan çıkarılgan olduğu üyede, sol шлам қоймасы, düzgün mesela değil, Ataölgen solları salınады. Buna men aytып отқан жоба бірінші кезеңі басталып өткен кезде. Енді өндірістік қуат қалай болады? Мына тақырда көріп тұрғандарыңыздай. Өндірістік қуат жаңағы біздің қазіргі бұрғылап салып жатқан шахтамыздан жылына 8,5 миллион тонна шығады ұруда. Содан 2 миллион тонна дайын бөлім дайындалады. Обогатительный фабрикада байытылып бөлім шығарылып сатылады сыртқа. Енді қандай жұмыспен жұмыс жасайды кен байыту фабрикасы? Бағана мен айттым, түсінікті болу үшін 24 сағат жұмыс істейді. 24 сағат бойы. Әр сменде 12 сағаттан жұмыс жасап, тәулік бойы. Күдіргісіз, беспрерывный работа дейміз ба? Күдіргісіз жұмыс жүреді бұл жерде. Енді барлығы толық қуатында жұмыс жасаған кезде 1150 адам жұмыс жасайды, оның 747-сі жұмысшылар, басшылар, мамандар, инженерлер 3 адам жұмыс істейді. Енді бұлау обогатительный фабрика плантациялық флотилық әдіспен жұмыс жасайды. Сол кезде қоршаған ортаға қандай сипаттар болады? Негізінен анау шыққан жердің бәрі қоршалады, өзі көп емес. Бақытный поселок,
жаңағы біздің шахтамыз, обогатитель фабрика бәрін қосқанда 700 гектар жер жерларды пайдаланылады. Қалған жерге бәрі қоршалады. Қалған мал жайдан басқаға ешқандай зиян тимейтін болады. Енді атмосфералық ауаға күтілетін әсерлер деген. Мынау енді 29 жылдан бастап 30, 31, 32, 33 жылға дейін қандай әсері болады? Анау қанша ұйымдастырылған нелер шығады? Сол мына біздің слайдта көрсетіліп тұр. Енді обогатитель фабрика салынып біткеннен кейін, енді фабрика болғаннан кейін анды біз ұнтақталып түрлі операциялар жүреді. Сол операциялар жүрген кезде шаң мен қатты бөлшектерді шығаруын азайту мақсатында тек фабриканың өзінде 51 аспирациялық қондырғы орнатылады. Бұл сансорғыштардың тиімділігі 99.9% құрайды. Жаңа технологиямен, жаңа немен шығарылған аспирациялық қондырғылар қазіргі заман талабына сай. Сонда бірде грамм шаң далаға шықпайды деген сөз ғой. Келесі мына кәсіпорын объекттерінің біткен кездегі орналасу схемасы. Мінекей мына схемада қарап отырсаңыздар, жаңағы мен айтқан шаланохранилище, анау атпал, обогатительный фабрика, кәсіпорын объекттерінің орналасу схемасы мына картада көрсетілген. Осылардың бәрі түгел қоршалады, сөйтіп әлгі уақытыға мынау не арқылы кіреді адамдардың бәрі. Кез келген адам кіріп, оның ішіне өткізілмейді, істейтін адамдарға, қатысқан адамдарға жұмыс жасап, через контрольный пункттар кіретін болады. Енді объект сумен қалай қамтамасыз етіледі? Негізінен сумен, Жайық өзенінен ауыз сумен қамтамасыз етіледі. Бағана базар жолында сұрақ қойды, тағы да сондай сұрақ болмақ үшін үшін айтайын. Ауыз су неден шығады, Жайық өзенінен, бірақ ол тұндырылып, сөйтіп барлық ауыз суға берілуге пайдаланылады. Енді мына біздің тұзды, калий тұзын жуамыз, соған керек судың басым көпшілігі жерасты ұңғымалары қазылады, сол жерасты ұңғымаларымен жуылады. Енді бағана мен әкіммен сөйлессем айтады, тәуіректегі бәрін бұрын ата-бабаларымыз қызық болған, қызықта тұщы болған, қазір ондай жоқ деп айтып жатыр. Бала біздің пайдаланатын ұңғымамыз өте терең ұңғымалар. Одан әлгі қышқыл су шыға ма, басқа су шыға ма, біздің техникалық қызметке пайдалануға сол жарайды. Сондықтан негізінен Жайық өзенінен ауыз су, ал мына техникалық су жерасты ұңғымаларының қазу арқылы пайдалануға болады. Сондықтан қазір енді Сәтемолла кен орны базасында калий тұздарын өндіру үшін 30-36 жылдарға 4 миллион кубометр су пайдалану білмейтін Батыс Қазақстан облысында Қазақстан Республикасы су ресурстары және ирригация министрлігінің су ресурстарын реттеу қорғау пайдалану комитетінің су ресурстарын реттеу қорғау пайдалану жөніндегі Жайық Каспий бассейн инспекциясы компанияға 31 декабрь 25 жылы алдын ала келісім бар. Жаңа суды пайдаланып жерасты суы, Жайықтың суы бұл алынып нақтыланып заңдастырылған. Енді су бассейніне күтетін әсерлер, жаңағы ауыз су құбырынан жылына қанша шаруашылық кәріз қорларынан қанша су жылына өтеді, өндіріс құбырларының жылына қанша су, осының бәрі мынау су объектілер күтілетін деп көрсетіліп тұр. Қарасаңыздар бұл слайдта. Енді жер ресурстардан жер жамылғысын күтілетін әсер, мынау құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде басталмақ тұрын, аумақтық абаттандыру объекттерін реконструкциялау кезінде одан әрі пайдалану үшін 800.000 кубометр көлемінде құнарлы топырақ қабатын алу көзделген. Жаңағы шламохранилище басқа дедім ғой, топырақты бірден алмайды, алдымен негізі құнарлы топырағын алып, сол жерден бастап нелер салынады, оған байланысты экологиялық жұмыстар талапқа сай жүретін болады. Енді өңірлік тұту қалдықтары, мынау минералдық шыландар, тұздар мен жыныстардың қалдықтары қалай болады, қалай қылады. Оны
экологиялық біздің фабрика салынған кезде де кейін де экологиялық арнайы бөлім болады. Қоршаған ортаға тиетін зияны, жер асты суына тиетін зияны, топырақтың жақын жерлерге тиетін зияның бәрі үнемі бақылауда болады. Экологиялық жағынан өте қауіпсіз бұл фабрика болады. Ол солай жоспарланып жатыр. Бұған бұл мәселеге қатты назар аударып жатыр. Ал енді мамандардың пайымдауынша жаңағы шламаған барын төңірегіне 100 мың метрге дейін дейді. Бірақ ол қазіргі допустимый. Бағана маған Болат Найдаров айтып жатыр. Мысалы Белоруссияда жаңағы шламды үйген жердің примерно 100 километрдей жерге ғана әлгі қоршалған, қалған жердің бәрі жиегінде мал жайылып жүр дейді. Өсімдік те, төңірегінде шығатын әлгі неге де ешқандай зияны жоқ. Ол дәлелденген нәрседен айтылып жатыр. Енді су ресурсының 6 бақылау ұңғымасы болады. Ол үнемі бақылауда болады. Топырақ жамылғыш жаңағы қазылған топырақтың төңірегінде 8 таңдау нүктесі болады. Ол үнемі экологтардың бақылауында болады. Енді бұл объект біткен кезде қандай жұмыс орындары ашылады? Мінекей Батыс Қазақстан облысының жалпы өңірлік өнімін ұлғайтады. Кеше ауданның әкімі кездескенде айтып отыр. Біздің ауданға Совет үкіметі орнағаннан кейін, тәуелсіздік орнағаннан кейін, осы бірнеше жылдан кейін алғашқы кең көлемдегі инвестиция салынып отыр деп отыр. Шынында да солай біздің пайымдауымызша. Сол 26, 23, 30 жылдар аралығында 2 миллиардтан астам инвестиция салынады осы объектілерді салуға. Бюджетке түсетін түсім ұлғаяды, аудандық, ауылдық, облыстық бюджетке түсетін түсімдер. Жаңа айттым, шамамен 1150 жұмыс орны ашылады. Енді осы объект бітіп пайдалануға берген кезде әлеуметтік салада қандай өзгерістер болады? Бірінші, жергілікті халықты жұмыспен қамту және оны оқытып жүзеге асырылады. Жаңа 1150-ге жуық жаңа жұмыс орны ашылады. Басқа қызмет көрсету салаларында жұмыс орындары қайтадан ашылады. Неге олай? Жаңа 1150 адамды тамақпен, азық-түлікпен, көлікпен, басқамен қамтамасыз ету үшін, жаңа мен айтқан 1150-ден басқа осы адамдар тартылады. Бұл заңдық. Сол адамның барлық не керек? Тек әлгі фабриканың жүруіне байланысты нәрселердің бәрі сол тұрғылықты халықтардың қатысуымен қазір енді жекеменшік азайды, мемлекеттік меншік азайды, жекеменшік адамдардың шаруа қожалықтарының басқалардан ет, сүт алу, тамақ алу, техника алу, жұмыс көзін алу, пайдалану, осының бәрі осы халықтың қатысуымен жүретін болады. Енді жаңа мен айттым, жалғыз тек кен байыту фабрикасын салып қоймайды. Автомобиль жолы жаңадан салынады, болашақта Құдай қаласа. Темір жол келеді жерге, анау Мақат арқылы. Оның да жобасы қазір параллельно жүріп жатыр. Жаңаша инфрақұрылымдар ашылады. Жергілікті халықтың, жаңа мен айттым, тағы да қайталап айтайын, қазақстандық әлгі тауарларды пайдаланып жеткілікті. Осы халықтарды шығарып жатқан жаңағы жұмысшыларға басқа керек киімнен бастап басқа осы Орал облысы болмаса Қазақстанның төңірегінде оны елдер алынады сырттан жұмыс. Азық-түлікпен қамтамасыз ету екібастан осы елдің өндіріп жатқан елдер пайдаланып алады. Ал болашақта қандай мамандар керек болады? Соңғы слайд. Бірінші, мынау кен байыту өзі аты да айтып тұр, кен байыту фабрикасына бірінші байытушылар керек, обогатитель дейді, босшы. Енді оның техникалық жоғары оқу білім бітіргендер де болады, орта оқу білім бітіргендер де болады, обогатительдер. Химиктер керек болады, лабораторияда басқа да жұмыс жасайтын. Сол сияқты тау-кен инженерлер керек болады, биологтар керек болады, маркшейдер керек болады ол жерде. Электротехниктер, электромонтаждар керек болады. Енді жылу орталығының мамандар керек болады. Анау сол комплекстердің бәрі жылу беріледі, котельный болады, басқасы деген сияқты. Енді темір жол келсе, темір жол мамандар керек болады. Сонымен бірге осылардың бәрі автоматтандырылған кен байыту фабрикасы болады. Бұған негізінен кейіп автоматика мамандар қажет болады. Ал жерде котельныйден бастап суландыру жүйесі, әлгі обогатительный фабриканың ішіндегі цехтар, солардың бәрі автоматтандырылған болады. Оған кейіп автоматика маманның инженерлерге болады.
IT технологияны меңгерген инженер керек болады. Осының бәрін қосып әлгі оқытын жерлерге оқытып, даярлау жұмыстары жүріп, бұл жөнінде әрине компания қарап отырмайды. Мынау Алгатин фабрика құрылыс басталғаннан кейін келіп 2-3 бағытта мамандар даярлау болады. Бұл бірінші. Бірінші, ең қажет деген мамандарды мына компанияның есебінен техника орта оқу орындарына, жоғары оқу орындарына сол компанияның қаржысымен оқытып, даярлап алып келу, келгеннен кейін кемінде 5 жылға дейін осы арада жұмыс істейтін адамдар даярлаймыз. Ол бір. Екінші, мынау осы сіздердің төңірегінде жүрген жұмыстарды қайта даярлау. Мына базар шағында айтты, мына жерде сыпыту дайын тұр, деді, тайпақта бос тұр деп. Сондықтан сол жерде переквалификация, қайта даярлау, білімін жетілдіру жөнінде курстар ашылып даярлайтын болады. Екінші, әрине, өзінің мына мен айтқан мамандықтардың қайсысына мүмкіндігі бар, қай жерде оқи алады, соны оқыса, анау менің грантпен түссе, басқа түсіп алғаннан кейін мен мына оқып жатырмын. Мамандық болса 4 жылдан кейін үйретіп тұрамын. Мені мынандай мамандықпен аласыз ба деп, компанияның басшылығын толтыра отыруға болады. Мына бітіріп келе жатыр, мына геологияны бітіріп келе жатыр, болмаса келіп бітіремін, оқып жатырмын, келгеннен кейін жұмысыма қамтамасыз етуге болады. Олайын қайғысыз оқып бітіріп келгеннен кейін жұмыс болмай қалады деген мәселе болмайды. Сондықтан ең бірінші кезек осы жергілікті тұрғындардың мамандарын жұмысқа қамту, осы қазақтың қаракөз адамдарын жұмыспен қамтып, жұмыспен қамтамасыз етіп, әл-ауқатын жақсартып, мынау Алгатин фабрика, кен байыту фабриканың осы елге, халыққа тиетін әлеуметтік сала болсын, қалған сала болсын, бәрінің өсіп өркендеуіне өзінің септігін тигізеді деп мен ойлаймын. Сондықтан тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтар болса жауап береміз. Жақсы, рахмет. Баяндамашыға жалпы осы жиналыс барысында өздеріңізге пайда болған сұрақтар болса, сол сұрақтарды қойғаныңызға рұқсат. Кімде қандай сұрақ бар? Талқылауға көшейік. Ой, ты не понял? Дай сперва мне, потом... Дауыс шығады ғой осылай. Дауыс емес. Былай келісіп, біз сіздерді бұрын 2 сағат күттік. Енді бір-біріміздің уақытымызды алмай, мынау сұрақ берген адам фамилиясын, атын айтса, не жұмыс істейді, пенсионер ма, қызметкер ма? Өйткені біз протокол жүргізіп жатырмыз, сол заң соны талап етеді. Мына бүкілді қоғамдық тыңдаудың да мәнісі сол. Содан кейін бір сұрақты қайтадан қайталамай, сол 2 сұрақ боламын дегенше бір сұрақты жауап берейік, содан бір келесі сұрақты қойса. Дұрыс па? Солай келісейік. Жақсы, рахмет. Мен Сұлғали Бақат Қайымұлы, Сатоғай орта жалпы білім беретін мектебінің директоры болып қызмет атқарамын. Қош келдіңіздер. Енді мен басында жаңа басталғанда болған жұмыс бабымен. Енді дейтін жаңа сіздің неңізді тыңдадық жалпы. Ана 1175 дедіңіз бе? Адам 1107 бар. Сол қабылданады дедіңіз. 303-і, 300 бөлдемесі басшылар, 800 бөлдемесі жұмысшылар. Енді 25%-дай шамамен басшылар. Енді осы жұмысшылар ана манағы заводтың манағы өнім өндіруші емес, өңдеуші. Завод талап дедіңіз ғой. Өңдеуші заводтан кейінгі алынатын самға цифр ма, әлде соған дейінгі жасайтын цифр ма? Енді былай ғой. Қазақ айтады, Самарқанда бір күнде, менің бабам салған, бір күнде салынбаған. Сондықтан бір күнде мыңа аламалы мүмкін емес, енді сен мектептің директоры болсаң, оны түсінуге тиіссің. Жоқ, түсінікті. Тыңдасай жауапқа жоқ енді. Сондықтан ол бір күнде мың адам алынбайды. Фабрика салынғаннан бастап мамандар алына бастайды. Фабрика бірінші продукциясын шығарған кезде максималь цифрды айттым. Толық қуатында жұмыс істеген кезде 1150 адам жұмыс жасайды, 300 адам бәрі бастық емес, сен ана сөзді болып айтып жатсың, олай емес, ете басшы болады, мастерді, прорабла, начальник цехта, бәрі де. Сонда сол 300 адам инженер техник қызметкерлер, 900-ға жуық адам жұмысшылар болады. Соларды қабылдайды. Мен түсініктім ғой. Енді сіз мен қайталап жатсыз. Мен просто айтып
өңдеуші завод салынғаннан кейін де әлде соған дейінгі де бір күнде алынбайтынын түсінеміз ғой. Сұрақ өзі қайталанады. Обогатив фабриканы бітіреміз, эксплуатацияға береміз. Жаңа мен айтқан соңғы слайдтағы мамандар эксплуатировать ететін кезде сол кезде керек мамандар айтып отырған. Оған дейін подрядчиктер жұмыс істейді. Ертең генподрядчик анықталады. Оның бірнеше субподрядчиктері болады. Олардың керек мамандар болады. Оны мына әкімдігіне айтып тұрады. Маған мінекей бетонщик керек, каменщик керек, сварщик керек, электрик керек дейді. Ол салынатын кезде біз. Менің айтқаным пайдалануға берілген кезде. Енді түсінікті ғой, сіз өзіңіз айтыласыз. Соны мен неге қойып тұрмын ол сұрақты? Ана саны, қызметкерлердің санын білгім келіп тұр да, просто осыдан 12-ші жылы бізге таныстырып, сіз сияқты осы келген кісілер бізде көп келіп жатыр ғой. 12-ші жылы сонымен кетіп отыр ме? Сонда келіп таныстырып кетті. 17-ші жыл тоқ жұмыс жасайды, 5000 адам жұмыс істейді деп. Сол кезде осындай сіз сияқты мынандай ана заводтың барлық несін келіп кім адам айтты? таныстырып кетті. Ол кезде ана кім қай жерге кетті? Марат деген 12-ші жылы. 12-ші жылы. Қазір 26 жыл ғой адам. Жоқ, енді соны айтамын. Енді енді мынада сіз айтып жатсыз ғой. Сосын соның санын білейік деп тұр ғой енді. енді сен жоғарғы директор болсақ, қалай директор жұмыс істеген адам бет ауданында сөзді дұрыстап қойды сұрақты. 14 жылдан кейін бар. Талай адам келді, сала алмады, қаржысы болмады, игере алмады. Біз бүгін ғой бастап жатқанымыз. 14 жылда 17-ден бар 26 жыл болды. 26 жылы проектпен таныстырып тұрмын. Сол проектте де мен саған айттым. 1150 адам жұмыс істейді, 847-сі жұмысшылар дедім, 300-ші есептеген қызметкерлер дедім. Дұрыс па? Енді сұрақты мен сол Енді сұрақты жинап қойып сол манағы адамдар соған дейінгі ме, содан кейінгі ме? Жалпы 1100 адам жалпысы болып тұр ғой да, солай ма? Осыдан кейінгі, осыдан үш рет қайтадан. Енді тағы сұрақтарым бар. Эксплуатация дегеннің қазақшасы фабрика пайдалануға берілгеннен кейін тұрақты жұмыс істейтін адамдар, подрядчик салат, эксплуатацияға береді кетеді олар. Түсіндің ба? Фабрика жұмыс істеген кезде жаңағыдай адам жұмыс істейді. Түсіндің ба? Түсінген жоқ, тағы сұрақ қоямын. Сол енді сіз өзіңіз дұрыс жауап бермейтінсіз ғой. Енді қайтып жауап берейін саған. Мен сұрақ қойдым. Ал айтады. Мен айтып отырмын, 1150 адам пайдалануға берілген кезде істейді дедім. Под ключ бітіреміз дені, обогатив фабриканы. Жақсы, түсінікті. Сіз айқайламаңыз, жайлап сұрақ қойып тұрмын ғой. Жоқ, мен сұрақ қойып жақсы білемін. Сен кәмілді сұрақ қойып тұрсың, мектептің директорымы дейсің, халыққа дұрыс түсіндіріп, мынау жерге келейін деп жатқан байлық, бастық көбегендегін келіп айтқың келіп тұр. Олай білген жоқсыз ғой сіз сұрақты. Енді ана экология бойынша. Сұрақтан мен естеген жоқ. Енді экология бойынша. Экология бойынша мана сіздер айтып жатсыз ғой, Белоруссияда манағы 1000 метрге дейінге манағы несі әсер болмайды, манағы қоршап тастаймыз деп объемы да. Ол жерде енді дейтін, ол Белоруссия дейтін, ол басқа зона, біздер шөл зонасымыз. Ол ескерілді ма сол? Охранная зона дегенді білесің ба? Не қазақшасы, айтшы. Деркісің ба? Күзетілген? Охранная зона деген күзетілген. Күзетілген адамдар күзетілмейді ол. Ол анау шламның әсер ететін жері деп айттым мен 1000 метр. Ол мына проектіге сәйкес 1000 метр. Ол одан азда болуы мүмкін. Максимально 1000 метрден жерге ғана әсері болады топыраққа. Оның әлгі топырақтың түсірілмесі алынады, бақылау үшін нелер тұрады дедім, қарайды дедім айнадай. Түсіндің ба? Мен ескерілген бе деп сұрақ қойып жатырмын. Ескерілген ғой, проектті айтып тұрмын мен саған. Зона бойынша сұрақ қойып жатырмын. Сен бізге экзаменді мына жұмыс болатын жағын айтсай, сен не директор? Сен өз типикалда ойлап тұрсаң, осы фабрика бүкіл адам қарсы болайын деп тұр ма сонда? Сіз дейтін сұрақты дұрыс түсінбей тұрсыз. Неге түсінбей тұрмын? Енді біз сұрақ қойып жақсы түсінемін сұрақты. Ол әсер ететін зона 1000 метр. Заң бойынша, экология заң бойынша, кодекс бойынша 1000 метр. Бірақ оған дейін 200 метрден кейін Белоруссияда салынған олардың зонасы ол да 1000 метр. Бірақ осы жер комбинат қасында как раз сельхозугодие бәрі жасалады. 200 метрден кейін мал сельхозды жасайды.
Соны айтайын дедім. Сосын жаңа Айттым. мен айттым ғой, жаңа мен айттым, сен тұрақты тыңдап алуың керек еді. Тыңдап отырмын. Маған қырсық сұрақ қоймай. Қырсық сұрақ қоймай. Сен білем деймін, қойсай сұрақ қалай қояды. Мен айттым, анау жердің бәріне ұңғымалар болды, наблюдательный болды, топыраққа қалай әсері болып жатыр, суға қалай әсері болып жатыр, ұңғыманың санын айттым, сонымен қарайды, целый экологический служба болады, фабриканың өзінде, сол службаны бақылайды, оны мемлекет қаржыландырады, соның қоршаған ортаға басқа зияны келмеу үшін. Менің айтып отқаным, салынатын Абагалиев фабрика, мен Қазақстанның құрметті құрылысшымын аймақта, халыққа зиянды нәрсе салып жатқан жоқ, түсінгіміз келіп еді, сен маған ревизия іздейтін батырсың, дұрыс емес қой онда. Дұрыс емес болса, онда сұрамаңыз. Сұрақ қойып отырмыз ғой бізде. сұрағымды айтып отырмыз ғой енді. Енді айқайламай тұрсыз. Кешіріңіз, қатты болса. Сосын дейді. Жоқ, біткен жоқ. Тағы не бар? Біз оның бәрін түсіріп отырмыз. Жоқ, мына кісі біртүрлі, как будто бір дым түсінбейтін сондай адам сияқты қылып отырсыз ғой. Түсініп отырып бәрінде. Түсініп отырып бәрінде. Оны сұрақ қоюға тиістіміз ғой, осы жергілікті халқыға. Маған жеке керек емес осы ештеме. Просто енді осы жердің халқымыз ғой, сұрақ қоймаймыз ба. Оны білеміз. Инфраструктура дамитынын біліп отыр. Ол халыққа пайдасы бар екенін біліп отыр, оны түсіндіріп айтып жатыр. Мысалға, ол завод ашылса, бірнеше адам осы жерде жұмыспен қамтылады. Мана сіз бір сөзіңізде Жаңғала 14 деп кеттіңіз. Сол жанама болады, менше. Солай ма? Мана жұмыспен қамтылған. Жанама дегенді айтқан жоқсыз. Жанамадан 14 адам. Соны жаңа түсінбей жатыр, мен де жанама неге жоқ деп жатыр. Жанамадан 14 адам болса, Жаңғала деп. Мен енді осы елге жаңа келіп жатырмын, елімнің атын дұрыс айтпай жатса, кешірім сұраймын. Индерден 33, Бозшырдан 3, Атыраудан 1, Тайпақтан 6, Жанамадан 14 деп. Жанама 14 ба? Жанама Осы Жанамадан 14, жаңа біз барған Базаршаланнан 4, Оралдан 17, Оралдан 1, Шапаевтан 1. Енді аға, мен сенен үлкенмін. Аға жаңа байқамай айттым ма, жанама шығар деп айтсам да болады ғой? Мен иксам, сенің алда иксам алатқан адам жақты болдың ғой, олай емес. Барлық 80 адам. Соның 14-і жанама. Енді осылай жұмыспен қамтылады, оны түсініп отыр. Кәли біздің манағы байытамыз деп жатса да, оны дұрыс түсініп отыр. Басқа да жұмыстар ашылады, ол бізге пайдалы ғой. Біліп отыр оны. Басқа да манағы тамақпен қамтамасыз ететін, басқа да жол салынса, оның бәрін түсініп отырып қой. Темір жол не істесе. Енді бірақ біз өзіміздің мектебімізге, ауылымызға келетін зияны, пайдасы, соны сұрақ қойыңыз. Сіз өзіңіз түсінбей жатсыз, біз дұрыс сұрақ қойын деп отырмыз. Білейік деп жатырмыз, болды. Оны бірақ менің сұрағымнан ол өзгермейді де. Бірақ мен халықтың көкейінде жүрген сұрақ мен мына жерде естіп отырмын ғой бәрін. Қандай не? Сондықтан сол, басқа мен әлгі сізге басқа кері ондай сұрақ қойып отқан жоқпын. Сондықтан бізге пайда келетін біліп отырмыз ол жағынан. Манағы инфраструктура дамиды. Ең бастысы сол. Темір жол бізге. Манағы жол, мына жолымыз дейтін біз өмір бойы осы жерде тұрғанмын мен. Өмір бойы осы жолды аңсап келатыр. Асфальт бізде әлі асфальт салынған жоқ. Мен сізден кіші боламын, 58-демін бірақ. 58 жыл бойы осы жерде туып өстім. Мына тұрған ендерге біз әлі жол аңсап келатыр. Егер осы манағы кен байыту комбинаты салынып, манағы осы не істесе бізге жол салынса, ол өте жақсы болады. Біз ана жақтан Оралдан келетін жолды әлі күтіп отырмыз. Оның бәрі пайдалы екенін біліп отырмыз ғой. Бірақ енді біз халықтың көкейінде жүрген сұрақты қоюымыз керек. Сұраймыз. Менің сұрағымнан ол өзгеріп кетпейді деп ойлаймын, бірақ сұрақ қоюымыз керек қой. Ол енді іске қосылып, манағыдай жұмыс жасайтын болса, әрине біздің мынағы жергілікті халықтан жұмысшылар қабылдаса дейміз. Себебі дейтін манағы айтылмай қалып, мен бірақ түсініп отырмын, Жаңғала дегені жанама дегені болар бұл кісінің. Сондықтан бізде де кісілер бар. Яғни ертең қосылған жағдайда манағы 1100, 700 кісі ма, 800 кісі ма, соны хотя бы әйтеуір бізден бір 50 кісі болсын, 100 кісі болсын қабылданса жақсы ғой. Онан мен зиян көрейін деп отқан жоқ, ойлап отырмын. Сұрақтарым осындай, тағы да бір сұрақтарым бар еді. Кішкене сөзім естіп кетті.
Келесі сұрақ. Бұл сұрақ жауап берейік. Қазір тағы сұрағын сен қой, содан кейін соған жауап берейік. Сен қайдан кеткенде отыратын жағдай жоқ. Сұрағын дайындап келсе қой. Бірінші былай бірінші мен саған айтып отырғаным, біз халықтың арасында жүрген адамбыз. Сен көз ашқысың, мектеп директоршысың. Ибрай Алтынсариннің айтқанын, Ахмет Бәлпай айтқанын білесің ба? Төрде қанша қазақ отырса да, жасы кіші болса да төр директорды кетеді. Сен қайта мына елге керемет жұмыс жасалайын деп жатыр екен. Біз қуаныштымыз. Жастарымызды сол оқуға, соған баруға, осында жұмыс істеуге қалайық, дұрыс екен деп айтуым керек. Сөзді солай бастағанда сенікі жаратады деп ағатпадың. Сондықтан жұмыспен қамту деген былай жаңа айттым мен. Негізінен кеше аудан әкімімен де келістік, айттық. Ол кісі де мынау неге қазіргі компания, немецкий компанияның бар, бастап сөйлескен екен. Бірінші кезекте осы әлгі мынау обогатив фабрика салынатын жаңа мен айттым 3-4 елді мекен. Сондағы адамдар қажет бірінші кезекте солар ең керекті адамдарға солар алынады. Олардың мамандық келмесе соларды оқытылады. Өздері оқиды, біз оқытамыз. Сөйтіп ең основной упор осы елдің жақын тұрған елдің адамдарын жұмыспен қамтамасыз. Жұмысы болсын, инженер-техникалық қызметкер болсын, негізінен осы ауданның біріншіден Ақжайық ауданының адамы. Кеше анау жаңағы көбейіп кетті, бұл кәдімгі патриотшыл, жаңағы Индер ауданынан 33-те. Неге олай? Өйткені Индер ауданы жақын, сол адамдар көбірек сояқтан хабарласқан. Бұлар патриотшіктер. Анау шахтын бітіретті, олар кетеді демістер. Одан кейін бізде қалатын жаңағы кен байыту фабрикасы. Жаңа айтқан адамдар тұрақты жұмыс сөйледі ашылады. Негізінен соған мына жастарды тәрбиелеуіміз керек, бағыт-бағдар беруіміз керек. Бір сөзбен айтқанда негізгі бағыт осы Ақжайық ауданы, оның ішінде мына біздің кен байыту фабрикасы салынатын жердің айналасындағы жақын елді мекендер солардан алынады. Оған дұрыс түсіндіңіз ме? Дұрыс түсіндіңіз ме? Ал енді сұрағымды қойып жатырсыз. Бір адам қайда сұрақ берген. Саламатсыздар ма? Шартабай ауылына қош келіп жатсыздар. Енді өңір осы Атыраумен шектеспіз, Атырау облысымен. Менің сұрағым мынандай, жалпы сіздер мен аты-жөнім Құсайын Темір Мират Шақұлы, Шартабай жалпы орта білім беретін мектебінің әлеуметтік педагог қызметін атқарамын. Менің сұрағым мынандай характерда, жалпы сіздер айтып жатсыздар, осы келіп осындай өңдеу обогатительный фабрика салынады, сонда өңдеу жұмыстары жүреді, осындай манағы минералдар алынады деп бәрін де түсініп отырмық. Ондай біздің Қазақстан бойынша ондай кен байыту комбинаттары бар ғой, Балқаштан бастап. Оның барлығы мен маман ретінде білемін, мен географ. Сондықтан да сіздерге сұрағым мынандай болып тұр. Жалпы сіздер ертең жұмыс жасаған компания келіп отыр ғой, компаниялар. Солар деген жергілікті бюджетке, жергілікті мана қазір жаңа салық кодексі бойынша қандай салықтар, қандай неде мөлшерде төленеді аудандық. Біздің салық комитеті бар, одан қалса облыстық салық комитеті бар деген сияқты. Одан қалса жалпы по республике, республиканский бюджет бар. Соларға қандай салықтар сіздің тараптарыңыздан беріледі. Сосын жалпы жергілікті халыққа қандай әлеуметтік жұмыс, әлеуметтік нелер атқарылады. Әлеуметтік көмектер, социальный неге, нысаналы топтарға сіздің тараптарыңыздан қандай не болады, меценатство, спонсорство деген сияқты. Сондай сұрақтарым бар, мен жауап бере алсаңыздар, соны жауап берсеңіздер. Енді былай, салық кодексін жаңа айттыңыз, еуроп қосаңыз дұрыс. Салық өзі республикалық, облыстық, аудандық, жергілікті бюджетте бөлінеді соя. Сондықтан негізінен сол салықтардың бәрі Қазақстанға түседі. Бірақ әрине бірінші кезекте осы жергілікті ауылдық округтің бюджетіне түсетін салық сол қамтамасыз етілу керек. Екінші аудандық бюджет. Бұл аудандық бюджет пен ауылдық бюджетке подоходный налог, жер пайдалану налогы, жердің налогы, табиғат пайдалану налогы, осы налогтардың бәрі түседі. Жергілікті бюджеттің налогына түседі. Енді республикалық налогқа түсетін налогтардың түрлері бар. Ол енді мына фабрика шығарып, оған дейін талай сөздермен кездеседі басшылық. Құдай қаласа фабриканың бірінші кезегін бітіргеннен кейін сол кезде уже айтады, жаңа мінекей 1100 адам жұмысқа қабылдадық, соның мынаншасы ауылдық округке түсіп жатыр, мынаншасы аудандық бюджетке түсіп жатыр.
мына қазір республика бюджетқа түсіп жатыр деп айтылады. Сондықтан ол салықсыз қалдырылмайды. Тем более бұны салып жатқан сіздердің несі бар, қазақ кабель деген частный компания, мемлекеттік компания емес. Солар ертең бастандырып жатыр, кредит алады. Ана жұмысты бастағаннан кейін уже жаңа енді шегінуге болмайды кезді келіп отырмыз деп айттым ғой, сіздерге түсінікті болу үшін. Уже бұрғылау жұмыстары басталды, шаттыру жұмысы жүреді, параллельно обогатительный фабриканың құрылысы жүреді. Сондықтан соның бәрі біткеннен кейін мемлекет оның бәрін әлгі инспекциялар, налог инспекциясы бар, басқасы бар, тексеріп, қалай салық алады, сосын налог от прибыли дегендер бар, пайдадан қанша салық түседі. Bir сөзбен айтқанда, барлық салықтың түрін алуды мемлекет қамтамасыз етеді. Сол үшін мемлекет рұқсат беріп жатыр. Табиғат пайдалануға рұқсат беріп жатыр, суды пайдалануға рұқсат беріп жатыр. Мемлекет бердаш бұған да жер алдық. Мына линияны тарту үшін жер алу керек, білесіз ғой, иә? Соның бәріне мемлекет көмектесіп жатыр. Енді мемлекетке де қайтаратын кез болады. Ол сол бірінші сұрағыңызға солай. Ал әлеуметтік көмек. Әлеуметтік көмек деген алдымен бірден енді. Жаңа мен сізден сол сұрақтан керекті бастайды ма деп едім. Мына директор басқа жаққа барып кетті. Мен айтайын дегенім, әлеуметтік көмек деген мынау пайдалануға берілгеннен кейін, фабрика жұмыс жасағаннан кейін, ол пайдалы жұмыс істегеннен кейін, сөйтіп барып әлеуметтік мәселелерге назар аударылады. Мына елді мекендердің медициналық саласы, клубы, мектебінің ремонты, басқасы деген газдандыру, жол, жаңа асфальт көрген жолды елуінші келмейтін ашу. Ол бірден асфальт өтіп бермейді ме? Фабриканы жаңа салып жатқан. Өткеннен кейін береді. Бірақ бағана базаршылардың адамдары өте жақсы қорғады. Мен бірінші келген деп айтып отырмын, жаңағы атауын жаңылыстырып жатқаным сол. Мен қазақта туғанмын, Қызылорда облысында туған адаммын. Енді сол жаңылыстырып кешірім сұраймын. Мүмкін сол шығар деп айтудың орнына мені сынай бастады мен директорға. Сондықтан мен айтайын дегенім, базаршылар не деп сұрақ қойды? Мынау пароммен қатынап жатырмыз. Өте қиын болып жатыр. Бізге сол жерге әлгі понтонный мост алып берсе дейді. Понтон деген ол біреуін. Сосын мен айттым, болашақта мынау жаңағы кеше біз түнде барып қондық деген эндерге. Ар жағына әлгі Атырауға үлкен дариядан мост салған, дария деймін ғой, жайықтан Мысыр дария дейміз ғой. Дәл сондай капитальный мост салды бұл жерге. Оған салынбасқа мүмкіндік жоқ. Ана фабрика біткен, темір жол келгеннен кейін енді әрбір өтетін жол болу керек қой. Жол салынады, капитальный понтонный железобетон мост салынады. Бірақ оған бір-екі уақыт кетуі мүмкін. Проектіге бір кетуі мүмкін, финансист шешуі мүмкін, сөйтіп ол соғуы мүмкін. Соған дейін әкімдеріміз кеше айтты. 400-500 миллион болады, бізге понтонный мостқа ақша берсеңіздер. Сізге де халыққа келген инвесторларға да пайдасы деп айтар едім. Сөйтіп сол понтонды салатын, жасайтын адамды өзім табам, 300-400 миллион деп. Соны біз мінекей мына Болат Найдар жазып алды, біз компанияның акционерлеріне ертең айтамыз. Оларды қоғамдық тыңдау өткізейік. Ең кезекті өте қиын болса да 300-400 миллион берейік, понтон салып алсын деп. Міне әлеуметтік көмек па? Сөйтіп басталады сосын. Енді жұмыс жасағаннан кейін, ел болғаннан кейін жағдай ауырлары бар, жағдай төмендері бар, жетім жесірлері бар. Оларға әлеуметтік көмек міндетті түрде көрсетіледі. Оларда сондай статья болады. Мына Болат екеуміз біз Шалзия деген тегітте бүгінгі генеральный директор, мен член правления, советник болғанмын. Сол Шалқияның әр мереке басқасында сол Шалқия поселкесінде тұратын адамдардың жетімі бар, жесірі бар есепке алып, солардың бәрі әлеуметтік көмек көрсетіп отыр. Ол действующий мекеме. Олар да сондай жерге келген кезде көмектеседі, әңгіме жоқ. Дұрыс па? Дұрыс. Екінші сұрағым мынандай болып тұр ғой. Жалпы мына біздердің енді былай қалай енді құлағымыз қанып осындай жұмыстар жүріп жатыр. Біздің бастықтар мына Ақсайда, например, Гүлоуданда. Онда деген бір поселок деген көшіп кетті. Біздің бүгінгі таңда халықтың арасында мынандай әңгіме жүріп жатыр. Мына сол тұңғыш сияқты көшір жібереді, базаршылармен осы жанама ауыл көшіреді қалаға деген әңгіме халықтың арасында сол жүріп жатыр бүгінгі таңда. Ойбай болса сәтің бола ашылмасын, ашылса көшір жібереді. Бәріміз сонда көшетін көрінеміз. Анда үй салып деген әңгіме бар. Соған қалай жауап бере аласыздар? Сайын Темірма, Сәкерма, атыңыз Сайын Темір. Сайын Темір. Сайын Темір. Темір Сайын. Сайын ба? Иә, фамилиям Сайын. Темір. Тәке. Атым Темір. Тәке былай. Анау сіздің айтып отқаныңыз Ақсайытты білемін. Тұңғышты көшіріп жіберді ғой. Тұңғышты қай жерде? Ауыл.
осындай біз сияқты ауыл ғой. Ол енді оның білмеймін кімді көшірген. Ол жерде анау ауыл Мен білемін. аудан болды. Кім деген? Бөрлі ауданы. Иә, сондай. Бөрлі ауданының әкімі, менің бұрынғы бастығым, ПМК-ның бастығы. Мен қаламын жүрдім. Төлебаев Қуаныш деген жігіт әкім болды. Ол жерде талай болғанын білемін. Мүмкін ол поселка ана мұнай шығатын жердің үстіне шықса көшірмеген. Бізде ондай жоқ қой бұдай. Жоқ, экологиясы нашарлап кетті. Жоқ, экология емес ол. Месторождение сол ана поселка. Мұнайдың месторождение сол поселка сәйкес келді. Сондықтан айтты, жүйе береміз, басқа қыламыз. Бұл жерде ондай жоқ. Ешкімді көшірмейді, ешкімді далаға шығармайды. Наоборот, халықтың жағдайы жақсарады. Екеуіңізде біреуіңіз директор, біреуіңіз мұғалім екенсіз, қайта сөйтіп түсіндіруіңіз керек қой. Сіздер біздің пропагандистіміз болуы керек қой, солай ма айналайын? Дұрыс па? Иә, дұрыс, сіздің айтуыңыз. Оны түсініп кетіп, халыққа қайта түсіндіріңіздер. Ешкімді көшпейді, наоборот, халық көбейеді бұл жерге. Осы арада халықтың саны көбейеді, базаршыларда да көбейеді. Өйткені ана жерден келіп жұмыс жасаса, айлығын тапса, халық көбейеді қайта бұл жерге. Мен сол сондай. Болды ма, басқа сұрау жоқ па? Пока Бага ма? Алла жақсы. тоқтай тұрайық, болып жатса тағы. Жақсы, ойлаңыздар. Ал, тағы кімде бар? Ассалаумағалейкум, қош келіпсіздер елімізге. Мына соғыс Шабаев Қали Аманқұл Бич деген орысша деп қойғанбыз ғой. Шапаев фамилияның аты? Шабаев, Шабаев. Шабай ма? Шабаев. Шабаев. Ал Қалеке давай, а? әңгіменің түкөтерін жеткізіп жатыр. Бұл сәтидің жыры дейтін көзіміз ашқаннан кейін айтқан сәти. Бұл манаға 12-де барды, 2008-де деген осы сіздер сияқты қап болып кеткен. Одан 90-ы келіп кетті. Бүкіл проектісімен бәрі. Енді жақсы енді, оны біз сияқты атқа арасында жауапкершіліктің бойларына алып келіп отыр екенсіздер. Біздер манаға әлеуметтік жағдай ғой біздің жағдайымыз. Манаға біздер манаға айтып Бадыршанның тегіне қосамыз, манаға сіздерге үлкен мост саламыз деп отыр. Оған дейін Пантойын мосты болса артық етпейді, ауданға айтып жатыр ғой. Дұрыс. Сол енді сосын мына біздің елдермен ортаға да ол біздің мына Оралдан қатынасымыз маған айтқан неше жыл болды, 5-6 жыл болды. Жылына бір 20 шақырым жүре ме жүрмей ме? Қатынаста өздерің үшін бір, екінші осы сәтидің бүткіл грузовой машиналары біздің қырмен жүріп жатыр. Мен өзім мал қараймыз, малымыз бар. Кәдімгі дейтін ана сордың ішінде дейтін қопар бар. Бүткіл қара жол қалған жоқ қазір біз жүретін. Ал соны неге мына маршрутпен погридер жүруге болмай ма? Осы күнге дейін Қытай жүріп кетті, әлі жүріп жатыр бұйырса. Қытай қайық жүргісі бар. Қайда Қытай? Қытай дейсіз. Қытай жүріп жатыр. Ана жолдың тереңдігі дейтін мынадай Енді Қалеке түсіндім мен. ал соны мынамен жүргізіп, өздерінің үстінде біз үстінде бір мына елдерге шейін жол тауып берсеңіздер жақсы болар еді. Түсіндім, мен сөйтіп тоқтатып айтпаймын. Ал енді тұқын жері манаға бізге сол әлеуметтік мына Бадыршан бар, мосты. Қалеке Алмали мосты. айтқаныңызға түсіндім. Енді мен аудан әкімі есебінде сіздерге отчет беріп келген жоқпын. Фабриканың фабриканы салып түсіндірейін деп келдім. Бір фабрикамен бүкіл 70 жыл совет үкіметі, 30 жыл тәуелсіздік кешпеген табиғи жолдар. Экология дейтін оның енді сіздер уәдені өндіріп ғой. Мына теңдесінде сөйттім, қазір сол теңдесін әзірлеп, бүкіл бүгін бәрі оған дейінді, су дейінді, жануар дейінді, бұны ауыр бақта бар енді. Одан айтмай қойды, ол жүре бара көреді. Енді Қалеке былай қылайық. Қазақ айтады, пейіліңді кеңге сал, қырманыңды кеңге сал деп. Пейілді кеңге салсаңыздар, қараспанды қабылдай беріп керек жоқ. Ендіктен бір жолда айттым, жауап бермеймін. Мен жүріп келдім кеше. Пәленбай жол жатыр. Ол жолды біз фабрика саламыз ба, әр жолға автоинспектор қоямыз ба? Жазып алдық. Біз жазамыз аудан әкіміне, облыс әкіміне, ана жолдың маршруттарына қойып, приоритет, бүкіл жолдың бәрін жол салып бұзып болды дедім ғой, солай ғой, иә? Соны бұзылмай бір жолмен жүргізуді тәртіпке келтіретін мекеме бар, оны бақылайтын адамдар бар, соларға жазамыз. Ал жаңа асфальт жол деген амандық болып, аваргадик фабрикат жүріп біздің пайдамыз көбейіп жатса, оған үлес қосамыз. Долевой участок деген бар, білесіз ба? Біздің де машинамыз жүреді, сіздердің де машинамыз жүреді, мынаның пәленбай процентін біз салайық, қалғаны облыстық бюджеттен салсын, одан қалған республикалық бюджеттен салсын дейміз. Дұрыс па? Сөйтіп ол шешіледі. Амандық болса, мына ісіміз оңға басып бәрі бітсе пісіледі. Сосын ойбай бітпейді,
анау кім еді не құртты анау құртты дегенді ол соларға айтасыздар. Біз құртқан кезде айтасыздар. Құртпаймыз деп келіп отырмыз. Айтсаңыздаршы. Ал тағы кімде бар? Ай, сұрақ жоқ. құрметті достар, Кім сұрақ қояды? Қоя беріңдер. қойыңыз аға. Мен енді мынау осы ауылдың пенсионерімін, Қабдулла Шытансыбай дейтін. Жаңа айтып отыр екенсіз, әліммін деп, әлімілді ұру ағасы, алшын еді бабасы, өзімнің атым Майлыбай Бекберген жырау баласы деп аталарыңыз айтқан ғой, сіз әлімнің төрт қарасы болсақ, мен әлімнің Ақкетесімін, Алтай Ақкете дейтін Әбілқайыр ханды сайлағанда 40 адамның ішінде қол қойған. Енді мына жерге келіп жатырсыңдар, балдар енді сұрақты қойып жатыр, біздер мынау тойды тойлап, базарды базарлап қайтқан адамымыз ғой. Жаңағы сәтиді айтып жатқан, сол сәтидің мына 8-ші жылы ашылып, 13-ші жылға дейін ана Талғат дейтін бала бар, мен 3 рет соған қатыстым, осы алай дау болды, нетті, енді ашылды. Енді осы мынау сіздер келіп отырсыңдар, енді былай айтқанда жолдарың болсын, амандық болсын, біздерге енді осы балдарға жұмыс болсын деген келеді. Жұмыстарға сәттілік, басқа айтақ деген сұрақ, әлгі мына тойды тойлап біткен адамбыз ғой тек. Daha сұрақ бар ма? Ақат ойлаймыз ба? Сұрақ бар ма? Айта отырмыз. Келіңіз. Өбіләден жағында көшіңіз. Бұл микрофон ол. Микрофон да. Мен анау жаңғырып естіп жатырмын да, жаңғырып сабатып жүрді. Дұрыстап не істеп жүрді. Аз микрофон келіп айтыңыз. Ал фамилияңыз кім? Фамилиям Баймұханова. Көкбалаға Баймұханова. Күнсұлу. Ал Күнсұлу әлде Нұрсұлу. Ал Күнсұлу. Ал енді менің осы қоятын сұрағым, Иә. мадан бері енді көптеген кісілер айтып жатыр ғой, сұрақ қойып, жауабын алып, енді бәрі де оңынан болсын дегім келеді. Енді біздердің енді қоятын саламыз, менің жолдасым тракторист. Бәлен жылдан бері Қашағанда жасады, бәрінде де жасап келді. Күні үшін өздеріңізге де бір 10 күн жұмыс жасады. Сол енді мына қалған немізде қазір частный нелерде жүр. Енді бір пенсияға шығуына 3 жыл ғана қалды. Енді мына өзіміздің бәлен дидактық мамандығы бар. Ал енді өзіміздің осы мына сәтиге бүкіл ендердің енді нелерін айтпай-ақ қояйын енді, нелер деп таныс тамырмен алған болады. Енді солардың орнына мына біздің өзіміздің мына тұрғылықты жердің нелері неге жұмыс жасамайды? Солар неге алынбайды? Апарып тастады, делоның астында жатқан бұлар, ең бірінші болып апарып тапсырды. Жоқ, мен айтып болайыншы. Мамандығы не? Тракторист, қоқшы дейді. Бәлен жылы қоқшы тракторист. Погрузчик. Бүкіл Қашағандан бері қарай жұмыс жасап келеді. Енді сол өзіміздің неден осы ауылдан неміздің басынан бәлен жыл далада жүріп жұмыс жасады ғой. Енді сол үйдің қасындағы жұмысқа орналасып осынан жұмыс жасаса екен деген ниеттемін. Қалған айтылып отырған ел шаруаларымыздың барлығы оңынан болсын дегім келеді. Қай уақытта да сосын мына Индер мен Ипотаның біздің енді жаңа айтылып жатырмыз ғой, сол жол мәселеміз. Мен күні кеше тікелей эфирмен де айтылып етілдім. Енді бізге бар мамандатылығымыз солымыз. Сосын енді сол мына жолдасым әр мына ауылдың бүкіл даттары сондай жұмысқа алынса екен деген ниеттемін. Енді осындай дәптерлердің бетінде қалып қоймай, кешегі барған арыздарымыз ұсатты жайында қалып қоймай документтері осы жұмысқа орналасса екен деймін. Қазірдің өзінде енді 60-тың үстіне шықты ғой. Частный жұмыста далада жұмыс жасап жүр. Осындай өзіміздің үйден кетіп жасаған жұмысына сол жұмысты осыны қадағаласаңыздар деп Сондай керісі мамандар мұнда да бар деген. маман енді өзіміздің елден бар ғой осы. Дұрыс Күнсұлу, дұрыс шынында өте жақсы сұрақ қойып отырсыз. Дұрыс. Иә. Бірінші бағана мен сізді общий айтқан шығармын, мен қайтадан қайталап айтайын. Бірінші кезекте қазіргі жаңағы анау сіз ана цифрын көп деп отырсыз ғой. Кімді? Индерде 30 шағын дейді. Оны алып атқан мынау шахтын салып атқан временный подрядчик. Олар мынау жұмысын тездетіп бітіруге тырысады, күндіз сөйтіп обогатитель фабриканы салғаннан кейін ана уродикті біздің баламызға береді кетеді олар. Менің айтқанымдағы постоянный жұмысқа. Бірақ олардың да жұмысын бақылайтын болып келістік. Кеше соның артында тұрған кісілермен кездестік. Ананияның жасап жатқан жұмыстарын бәрін көрдік. Тұрғаны қайдан алып жатыр, арматураны қайдан алып жатыр, шебені қайдан алып жатыр, цемент қайдан алып жатыр.
бәрін қарадық. Негізінен Қазақстандық жағынан алып жатыр екен. Оны да бақылай жүрді. Енді сіздің күйеуіңіз жаңа погрузчик, опытный погрузчик болса, әлде де погрузчикке ол жерге орын болады. Біз кеше басындағы адамға айттық. Сіз бірінші кезекте сізге шофер керек болса, электросварщик керек болса, өлшем керек болса, сол бетонщик керек болады, жақын күнде көптеп бетонщик керек болады, арматурщик керек болады. Соған бірінші кезекте мына жақын жердің тұрғынын алыңыз деп. Оны қиындатпа деп аудан әкіміне кеше айттым мен, 4 аудан басқарма әкімі дедім ғой. Мансап деген құрды қазір мекеме. Ол мансап қанға сататын мекеме болып шықты ол. Неше түрлі әңгіме айтады, ана мен удостоверение олай екен, мынауын былай екен деп сандалтады. Ондай сандалтуды қойсын дедім. Сөйтіп мына ауылдың әкімі жаңа Базаршыларға да айтты. Бірінші кезекте мінекей погрузчик дайын тұр деп тізімді алу керек. Сол тізімнің бәрін мансап орталығына ауданға беру керек. Сонымен күнде байланысып отыру керек. Аналарға айту керек. Сен біздің мансабарда біздің кезекте басқа погрузчик алма деп күнде бармай ақ қойып, аптасына бір бару керек. Мына қазіргі подрядчик ол контрактімен істеп жатқан адам тағы қайталап айтамын. Олар постоянно қалатын адам емес. Ана құрылыс салады да бітеді деп кетеді. Бірақ соған дейін істейтін болса, бұл кісілер барып сол орналастырудың барлық жағын қарастырамыз. Оның үстіне осында білгені осы арада мінекей біздің компанияның енді азаматы бар Оралда. Оған да айтамыз, сөйтіп күнде байланысып қарап тұрды. Мына Калининнің Орал қаласында негізгі представителі бар. Бізбен бірге жүрген жігіт сол. Сондықтан бірінші кезекте енді бәрі бірден тап бүгін лап етіп бәрі бола қоймайды дегенмен, бірінші кезекте осы елдің мамандары айтады. Ана Денис деген мінекей. Представитель компании Калиум Оралда. Оралдың әлеге жұмыспен қамту басқармасымен байланысады, ауданның жаңағы жұмыспен қамту басқармасы мансабымен байланысады, сөйтіп жұмыс жасайды. Бірге болады. Сондықтан екі сұрағымыз бірінші, күйеуіңізді мен жазып алдым, погрузчик опытный деді, алуға қараймыз. Ал енді екінші сұрағымыз, жергілікті адамдар алсын дегеніңіз өте дұрыс. Базаршыларда бағана бір жігіт айтты. Біздің деді, әлгі самолет айдамағанмен басқа айдайтын адамдар көп. Бәрі вақтымен істеп жүреді. Автобусты айдай алады, погрузчикті айдай алады, самосвалды айдай алады. Первый категория, қандай категория бәрінің удостоверение сондай адамды алса деді. Соны дәл осындай түсіндірдік. Бірінші кезекте сіздердің адамдарыңыз алады. Оған әңгіме жоқ. Құдай қаласа, сол жерде пенсияға шығады күйеуіңіз. Қалған сізге айтып кетсін дейді. Ендігі қалған жерде аудан әкімі бар, сол жағдайды туындатып айтып кетіп отырғаннан солай ғой, сол үшін осылай. Мен енді күнделікті жұмыс істеген үйдің басында күнделікті енді жұмасына кіріп алып қадағалап тұрғым керек болып тұр ғой мен жұмысқа ана кісінің де телефонға сұрап қояйын. Жақын жерге маттетімен барып кетсек айтты. Енді мына Марат Әлменнің қасында отыр, жақында сайланған екен, әлі жұмыс істейді екен. Солай қоямын. 4 жыл болмай ше? 2 жыл болмай ме? Енді жұмыс істейді. Сондықтан бұлай, мына Маратта да, мына Базаршыларда да үлкен журналарына өту керек. Сол журналда кімдің қандай жұмысы бар түсіру керек, күнде жұмыстан бастау керек. Сосын сіз жаңағы есінде стогын үржіме дейміз қазір. Соның бәрін бұл кісіге беру керек, бұл кісінде салыну керек, сөйтіп байланысып тұру керек. Бұл кісі қазір істеп жатқан подрядчикпен де байланысу керек. Біздің Абагет фабрика салынатын кезде онда да айтылады ғой, ол кезде енді келеді олар, подрядчиктер, Кенбайт фабрикасы. Ол да құрылысшылар подрядчиктер. Олар 2 жыл саламағын айттым ғой енді. 26-4 жыл болса, 27-28 жыл салады. Олар да подрядчик. Оларға қандай адам керек? Сөйтіп біткеннен кейін, подключ бергеннен кейін жаңа айтқан 1900 адам оған не керек? Осы болса соған дайын жұмыстарды жасауымыз керек. Сөйтіп ауылдың округтың әкімі, мына біздің представительменен, аяқтағы подрядчиктерменен, субподрядчиктермен байланысып, қандай адам алып жатыр? Мынау қайдан келді? Неге 33 болып кетті жаңа ендердікі? Біздікі неге аз? Сіздерді қайда көбі ғой 14 жаңа мен атын жаңалтып айтып жатырмын. Жаңамада 14 адам жұмыс істейді екен, дұрыс па? Бүгінгі таңда. Соны көбейтеміз. Екі көмек жатыр деп сұрап тұру керек. Құдай қаласа алады бәрін. Сіздердің өздеріңіз ше, Маратқа айтайын сөз. Енді сіз айтайын, нағыз енді ондай болып жаңа сөзіңіз бар жұмыс жасай алмасаңыз, астыңызда лауазымыңыз бар ғой. Біздер де ручкаға жазу білеміз. Бірге ала кетіп, бірге алып кетсеңіз,
может ауылдың түгелімен жұмысқа орналасады деп ойлаймын. Дұрыс, дұрыс. Жалғыз кісіге ғана бітпейді. Мақтөбе бар біз. Мен барамын. Дұрыс айтып отыр мына. Келін шығарсың, мен де күшіздің күйеуің қайда жүр? Байыл. Оған не kadar bayıldı mı? Местный король был, местный король. Çekişti mi? Biraz oturalım mı? Hatta bu ниет білдіруші болмаса, онда барлық сөз аяқ қалса, қорытынды десе, құрметті ауылдастар, жерлестер, қоғам тыңдауға қатысушылар. Бізде жаңа үлкен мақсат, баяндамашы рахмет, жақсы бізге мәліметтер берді, түсіндірді, слайдпен көрсетті, суреттер көрсетті. Жақсы түсіндік деп ойлаймыз. Сізге көп рахмет. Жалпы мына халықшыны алып жаңағы көңіл жақсы қатынасып отыр. Қазақ кәрінің мамандары, басшылары, техник директорлары отыр. Жаңағы баяндамашы қазақ кәрінің басшысының кеңесшісі сөйлеп отырған. Осы кісілерден Астанадан келіп отыр, кісілерге осы орталығына қош келдіңіз деп білдіріп. Енді ауылдастар, жерлестер, мынау бірінші кезекте жұмыспен қамту мәселесі ғой. Әркімнің көңіліне жүрген бір сұрақ. Бірінші кезекте тұрған енді. Өткенде осы қазақ кәрінің өңірге өтеміз ғой енді. Шақпар компаниясы келді, Сергей Мартинов деген басшысы келді. Бізге келіп өз жағдайын айтты. Осылай бізге осындай жұмысшы мамандар керек. Бірінші кезекте жаңағы үйлер өтіп тұратын үйлер. Өйткені жаңа сіздерге түсіндіріп өттім ғой жөнінде. Біз тек екі деген жұмыс істеймін, жұмыс жасаймыз деп. Бес екі дегеніміз, бес күн жұмыс істеу, екі күн уақыттарымыз әзірге. Себебі жерде жататын орын жоқ. Соған байланысты жақын маңдағы ауылдардан адам алып, соған байланысты. Соның ауылдарында Аллаға шүкір, адамдар алып, ортадан жұмыс істеуін болады. Кеше біз ауылдармен бірге Бадашоғын орнатыны, Тайпаға орнатыны, үш ақын ауылдардың екі алыппар, қазақ кәрі компаниясының жұмысымен таныстырды. Сонда жасақтан мерген жұмысымен таныстырды. Анда өңірден жұмысымен жатарын болғанымен, тамақ жеуін жайларын болғанымен таныстырды деді. Сонда жұмысшылар шығып отыр. Бұл жерде бізге танысымыз жұмыстар бар. Burada bizden hayır şeyler biliriz. Bunlar kaynağı kanatlarının жұмысы kullanılıyor. İşte bizde жүргізіледі. Bizim жастарымыз болсын, басқа азаматтарымыз болсын, жаңа жұмыс жасаған кезде көптеген жаңа құрылғылармен танысатындар. Өз кезегінде жұмысқа тұрған кісілерге бір жаңа жақсы, қиын жұмыстармен, күрделі жұмыстармен танысады. Енді қазақ кәрі мекемесі өзіңіз білесіздер, біздің орында бірінші жылымыз былтырдан бастап осы көмектесіп жатыр. Мына кіреберіс жолымызда осы қазақ кәрі мекемесі қаржылық бөліп, соған жол салдық кіреберіс жолы өзің білесіздер кезінде айттым бәрін. Одан бастап жұмысшылар алып отыр. Биыл да сол қаржылық көмектесеміз деп уәдесін беріп отыр. Басшысы Арыстан Кенетович Кәрібекенов мырза. Жалпы болашақта қазақ кәрі компаниясы осы біздің ауыл округке жан-жақты экономикалық бағытта болсын, мәдени спорт жағдайда болсын, барлық салада, жағдай болсын, көмектесеміз деп отыр. Енді мына компанияның жүреді ғой, мың бір жүз адамға дейін. Оның ішінде енді осы жақын маңдардан бірінші жер жинауымыз деп отыр. Одан өзінің компанияның қазір саясаты ұстап отқан, соны болашақта мына бағдарламасы айтып өтті ғой. Маңызды орталығын тіркеуіміз керек деп. Енді бұрын осы тіркеудеміз, жұмыссыздар компанияны тіркелеп, азаматтар азаматшаларымыз өздерінің маңызды орталығында тіркеуде болып, маңызды жұмыссыздардың ішінде, оның ішінде жаңағы өзінің мамандығы өзі керек, тракторист па, сварщик па, электрик па, сол мамандықты көрсету керек. Сол жерде маңызды орталық арқылы болашақта жұмыс қылатын болады. Қазір біз өткенде Шахтар компаниясының басшысы Сергей Мартиновтың тілегі бойынша сол кісінің айтуы бойынша бізде тікелей өзімдерді осы ауылдың азаматшылардың өзімдерін сол компанияның АТК-ның сол кісіге жіберіп, олар өз кезегінде резюмелерді қарап шығып, тексеріп, біздің азаматшыларымызға телефондар ашылып жұмысқа алып жатыр.
ең одан ішкі саясаттар бар дейміз ғой, әр компанияның өз саясаты бар. Соны қарап өте. Анализдеп, тексеріп жаңа соны қарап, мына кісінің жұмысқа жарай ма, жарамай ма деген жақты сол талқылап, сараптамасып, сол бойынша жұмысқа әңгімелесу керек. Әзірге, енді болашақта жаңа айтып отырмын, сен мансап орталық арқылы алынады. Соған кішкене ескеру жұмыс сұрайды. Бұл жерде жаңа мамандықтардың міндетті түрде жазылғанымыз керек. Қандай мамандық? Енді қазір осы қазіргі мекемесінде кеше айтып отырмын, Сақтауға энергетик сұрайды, энергетик мамандық. Бізде энергетик мамандық бар ма? Ал осыны оны сұрап отыр. Одан кейбіреулер инженер болу, жоғары білім беру, осыны оны сұрап әзірге. Енді болашақта жаңа баяндама үшін айтып отыр ғой енді. Мың бір жерге қалып, бәрін жұмысқа аламыз деген ойдамыз енді. Соны сенімдіміз. Жақсы. Қоғамдық тыңдаулардың бүкіл мәселелеріне сәйкес, кәсіпкерлік қоғамдық тыңдаулардың нәтижелері бойынша қоғамдық пікір ескеріп, ұсынылған жобалар өзгерістер енгізуге тиіс. Бүгін біздің азамат азаматшыларды тыңдалып, үш сұрақтарды ойын алып отырып, бір сұрағын Қазақстан компаниясына келген мердігерлер жергілікті салық комитеттерін тіркеу, мысалы шарттыру компаниясы, ресейдің компаниясы бар. Бұл жиырмасына келген жерде жаңағы жергілікті азаматтардың салық комитетін тіркеу керек. Осыдан қанша ұсыныс білдіреміз, осы ең бір сұрақты. Екіншісі, жаңағы айтылған компаниялар ұсынған қалқылары комиссия жөнінде екіншісі осы сұрақты да ұсыныс білдіріп, үшіншісі жаңағы еңбек сәлемдеріне жолдар жөнінде. Осы үш сұрақты ұсынып отыр. Қалай дұрыс па? Жақсы, қоғамдықтың қатты болса аптасында бердім. Басқасының тәжірибесінде және табиғаттың өртеу мекемесі 2003-жылы соғысқа келіп ұсыныстар оған арналған жерлерін қатысқаны үшін бәрі Ал енді ағайындар,